Рахмет. Жақсы болсын. Назира Оразымбетова ұтысқа қатысып 5 миллион теңге ұтты. Жеңімпаз әйелге Қазпошта бөлімшелерінің бірінде 30 сертификатын тарту етті. Назира Оразымбетова бұған дейін де бірнеше рет лотереяға қатысып бақ сынап көрген. Алайда бұл оның алғашқы қомақты ұтысы. Алдында да 1-2 мәрте алғам, ұтыстар болған. 4-5 мыңға шейін. Осы жолғысы 2000-ды құттықтаймыз лотерея билетін алдым. Қазпоштадан. 28-ші отделениеден. 30 шықты 5 миллион. Қуаныштымын, жұғысты болсын бәріңізге. Ойнаңыздар. Лотерея шын мәнінде ойын өте әділ. Сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы 6 жылдан бері өткізіліп келеді. 30 ауқымды жүлде қоры мен ақшалай төлемдері бар халықаралық деңгейдегі лотерея өнімдерін ұсынады. Және соңғы үлгідегі заманауи техникалар мен әділ және ашық түрде өткізіледі. 30 көлемі де таңғалдырмай қоймайды. Тек кейінгі 5 жылдың ішінде жеңімпаздарға 17 миллиард теңге табысталған. Ал оның ішіндегі ең ірі 109 миллион теңге болған. Лотерея Біздің қатысушыларымыз көбінесе қомақты қаржы жеңіп алады. Бір айдың ішінде жас жігіт 2 миллион теңге ұтып алды. Ал 2 зейнеткер әйел 550 мың теңгеден жеңіп алған. Одан бөлек күн сайын 100 мың теңгеге дейін мөлшерде ойнатылатын ұсақ жүлделер де бар. Мен сонымен қатар 22 маусымда бізде автомобиль ойнатылатындығын еске саламын. Сол себепті келіп, қатысып, сәтті жұлдыз лотереясын сатып алып, қатысыңыз да жеңімпаз атаныңыз. Лотерея билеттерін сауда орталықтарынан, супермаркеттер мен қала базарларынан сатып алуға болады. Сондай-ақ билеттер Қазпошта бөлімшелерінде де сатылымда бар. Біздің 32 отделениемізде лотерея билеттері сатылады. Біздің отделенияларымыз сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін 6 күндік режимде жұмыс жасайды. Кез келген уақытта кеп лотерея ойнаса болады. Әрбір ұтысқа қатысушы лотерея билетін сатып алу арқылы елдің әлеуметтік саласын дамытуға да үлес қосады. Олай деуге негіз бар. Себебі 2021 жылдың қорытындысы бойынша билеті сатудан түскен сомадан 4 миллиард теңге қаржы қазақстандық спортты қолдауға жұмсалған. Сонымен қатар бүгінге дейін 7 мыңға жуық азамат жұмыс орнымен қамтамасыз етілген.